Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ұстаздар. Бүгін біз мектеп борының ұстаздар мен оқушыларға тигізетін әсерін зерттеу негізінде төмендегі тәжірибелерді жасаймыз. Ең бірінші, химияда зертханада қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Ең бірінші, қолғап киеміз. Және көзілдірік тағамыз. Бізге керекті реактивтер: фарфор ыдысы, тұз қышқылы, шыны таяқша, спиртшам, йод, шыны ыдыс, сіріңке және де пипеткалар. Бордың бірнеше үлгісі. Бірінші тәжірибені бастамас бұрын бізге фарфор ыдысы және бор керек. Борды ұсақтаймыз. Бор қанша ұсақ болса, реакция тез жүреді. Енді бізге тұз қышқылы керек. Пипетканың көмегімен газы бөлініп жатыр. Енді оны байқау үшін карбонат газы отты қолданбайды және сіріңке тез өшіп қалады. Енді химиялық реакция теңдеуін жасап көрейік. Кальций карбонаты. Оған біз тұз қышқылын қостық. Реакциядан кейін кальций хлоридий, карбонат газы және су бөлініп шықты. Енді ұзартылған иондық теңдеуін жасап көрейік. Кальций 2 катионы, карбонат 2 анионы, сутек катионы, хлор анионы, кальций 2 катион, хлор анион. Газ иондыққа ыдырамайды, сол себепті карбонат газы, су. Енді қысқартылған иондық теңдеуін жазайық. Карбонат ионына сапалы реакция. Ендігі екінші тәжірибеде бордың құрамындағы крахмалды анықтайық. Ол үшін бізге шыны ыдыс пен йод керек және бор. Бордың бір бөлігін шыны ыдысқа саламыз. Өздеріңіз білесіздер, йодтың түсі қоңыр. Егер борда крахмал болса, йод күлгін түске боялуы қажет. Кейбір борлардың құрамында крахмал бар, бірақ кейбірінің құрамында крахмал кездеспейді. Мына борда крахмал бар және йод өзінің түсін өзгертіп күлгін түске айналды. Енді крахмал жоқ борларда йод өз түсін қалдырады. Үшінші тәжірибе үшін бізге спиртжан және бор керек. Ендігі кезекте бордың құрамындағы көмір суды анықтаймыз. Бірінші спиртжанды қосамыз. Реакция нәтижесі: егер түсті борлар құрамында көмір су болса, түссізденеді, ал енді ақ бордың құрамында көмір су болса, көмірленеді. Әртүрлі ақпарат көздерін зерделегеннен кейін, мен мұғалімдерге келесі ұсынымдарды дайындадым. Бор қол терісін өте қатты құрғатады.
Сол себепті бордың сыртын скотчпен орауға немесе қолданылған далаптың сыртына салуға кеңес беремін. Бор қолға жұқпау үшін борды 2-3 есе сұйытылған сүтке батырып алу керек. Бұл кеңестер адам өмірін 2 есеге жақсартады.